Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Биыл Қазақстанда қазақ қоғам және мемлекет қайраткері, ағартушы, ғалым, ақын, аудармашы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығын атап өтуде. Ахмет Байтұрсынұлы Торғай уездінің Тосын болысында шаруа отбасында дүниеге келген. Алғашқы білім туған ауылында алып, Торғай орыс-қазақ училищесінде 1886-1891 жылдары, ағартушы Ыбырай Алтынсарин 1891-1895 жылдары негізін қалаған Орынбор мұғалімдер семинариясында оқыды. Педагогикалық қызметін 1895 жылы мұғалім болып бастады. Ақтөбе, Қостанай және Қарқаралы уездінің облыстық және ауылдық училищелерінде сабақ берді. 1905 жылы саяси қызметке белсене араласып, қазақтардан жерді экспроприациялауды тоқтату, қоныс аударушылар легін тоқтата тұру, халық земстволарын құру талаптары мәлімденген Қарқаралы петициясының авторларының бірі болды. Бұл кезінде оның қазақ тіл білімі саласындағы ғылыми ізденістері мен ана тілін оқыту әдістемесі жатады. Ахмет Байтұрсынұлы алғашқы қазақ әліппесінің авторы. Сондай-ақ ана тілі бойынша оқу құралы авторы. Қазақ тілі курсын баяндау, грамматиканы үйренуге арналған нұсқаулық, сөйлеуді дамыту, түрлі хрестоматиялар жазды. Бұл әдістемелік еңбектер әлі күнге дейін қазақ тіл білімі және қазақ тілін оқыту әдістемесі саласындағы ғылымдардың арасында беделді. Ахмет Байтұрсынұлы өзінің шығармашылық қызметін басня жазушы ретінде бастады. Өлеңдерінде ол қазақ халқының қажеттіліктері мен ұмтылыстарын, жарқын болашақ туралы армандарын білдірді. Шенеунік аппаратының екіжүзділігін әшкереледі, білім жарығына, мәдениетке шақырды. Қырық ертегі, маса, құмар шығармаларында бос әреушілік, жалқаулық, надарлық сияқты адамның кемшіліктері мен мазақ етіледі. 1913 жылы Байтұрсынұлы бірінші мемлекеттік думаның бұрынғы депутаты Бөкейхановпен, ақын және жазушы Дулатовпен бірге Орынборда қазақ газетін ашып, оның бірінші редакторы болады. Газет бағдарламасында ең басты қазақ тілінің, мәдениетін, мектептегі білім берудің даму мәселелерін жариялау болды. 1921-28 жылдары Қазақ халық ағарту институтында жұмыс істейді. Онда қазақ тілі мен әдебиеті, тарихи және мәдениет бойынша дәрістер оқыды. 1928-29 жылдары Байтұрсынұлы Қазақ мемлекеттік университетінің профессоры болып жұмыс атқарды. Ол жасаған және оның есімімен аталған графикалық жүйе сауатсыздықты тез жоюға, қазақтардың жазба мәдениетін атқаруға мүмкіндік берді. Байтұрсынұлы араб графикасы негізінде қазақ хатын реформалап, оны шетелде тұратын миллиондаған қазақтарға пайдалануға мүмкіндік берді. 1929 жылы Қызылорда қаласында шығармашылық сапары кезінде Байтұрсынұлы тұтқындалады. Оған 1926 жылы Бакуде өткен түркітанушылар съезінде шетелдік ғалымдармен кездесіп, Мұстафа Шоқаймен байланыс орнатуға тырысқаны үшін кәні тағылды. 1931 жылы Архангельск облысына жер аударып, ол жерден Алматыға 3 жылдан кейін ғана оралды. 1937 жылы репрессияның жаңа толқыны көтерілген кезде ол қайтадан қамауға алынды. 1938 жылдың 8 желтоқсанда Ахмет Байтұрсынұлы халық жауы ретінде ату жазасы берілді.